Алла не үшін адам сынайды? Біздің ғалымдар айтады. Алла басыңа бәлекет жіберетін болса, немесе сені сынайтын болса, екі түрлі нәрсемен сынайды. Я сен өте жақсы көретін нәрсемен сені сынайды. Себебі сен оған деген махаббаттың орнын басқа біреумен ауыстырып алдың. Я болмаса сен ең жек көретін нәрсемен сынайды. Екеуінің біреуі. Неге деп сұрасаңыз, ғалымдарымыз айтады, егер сен жақсы көретін нәрседен сынамаса, сен оның қадірін білмейсің, саған оны сабыр етудің қажеті жоқ. Мысалы, сенің үйіңде, үйіңнің артында бір ағаштар жатыр. Соны біреулер ұрлап кетсе сабыр етесің? Керек жоқ саған ол. Не дейсің? Жатқан ағаш қой дейсің. Себебі саған келіп кетер ешнәрсе жоқ. Сенің жаның не істеп тұрған жоқ? Сенің жаның қиналып тұрған жоқ. Алла ең әуелі адамды өзі қатты жақсы көретін нәрсесінен сынайды. Мысалы, адам бір әйелге ғашық болуы мүмкін, өмір бақи бір әйелге ғашық өтесің, соның өмір бақи соны салпаңдап өтесің. Сынағың сол сенің. Сен өмір бақи дүниеге қызығып өтесің, сенің сынағың сол дүние. Біреу бала шағасын қатты жақсы көреді, сенің сынағың сол бала шаға. Мысалы, Құран кәрімде де жетеді. Ибрахим алейхиссалам зорға көрген несі бар? Исмаил деген ұлы бар. Алла соны барып не деген? Менің жолыма құрбандыққа шал деген. Өзі зорға көрген ұл. Оны барып не істе дейді? Құрбандыққа шал дейді. Құрбандыққа шал. Юсуфтың әкесі Яқуб пайғамбар. 12 ұлы болған. 12 ұлы. 12 ұлдың ішінде Юсуфты не қылған? Жақсы көрген. Алла да дәл сол Юсуфтан берген сынақты. Басқасын емес, дәл сол Юсуфтан. Неге десең, себебі сенің жаныңа батпайды қалғанын сынаса. Сенің жаныңа бату керек. Батқан кезде сен сабыр ете білсең, сол сабыр деп аталады. Мысалы, біздің қазақтар не істейді? Біздің қазақтар біреу өлсе, әке-шешеміз басқамыз өлсе, 2-3 күн не істейміз? Жақсылап, жыдаймыз, шағым айтамыз, Құдайға не жаздым, менен басқа таппай қалдың ба? Деген сияқты аузыма келген сөздерді айтамыз. 2-3 күннен кейін келсек, сен бізге не деп айтасың? Сабыр етіп отырмыз дейсің. Бұның аты сабыр емес. Бұның аты көну. Себебі қолынан келетін дым жоқ, не деп отырсың? Сабыр етеміз. Сабыр ету емес, ол Алланың жазғанына көну, қолынан келетін дым жоқ. Болмаса шешеңде барып тірілтіп аласың ба? Оған құдіретің жетпейді әйтпесе барып тірілтіп алар едің. Алла сен жақсы көретін нәрселерден сынайды. Сен. Әйтпесе, сен жақсы көретін нәрселерден сынамаса, оның аты сынақ болмай қалады. Әуел баста Алла Құран кәрімде айтады. Біз адам баласына 6 нәрсені жақсы етіп көрсетіп қойдық. Әйелді, бала шағаны, алтын мен күмісті, кермеде байлаулы тұрған атты, 4 түлік малды, егістікті әдемі етіп көрсетіп қойдық. Құдай әуел бастан сенің және менің жаратылысыма сақ қойған бұл нәрсе. Және сол 6-ауынан бізді не істейді? Сынайды. Сынайды. Ең әуелгісі кім айтқан? Әйелді айтқан. Егер жаныңда көрікті әйел өтіп, сен селт етпесең, сенде проблем бар деген сөз. Емделу керек, срочно. Түсініп жатсыз ба? Себебі сенің жаратылысында бар. Ешкім ол нәрсені айтамайды. Маған әйелдер ұнамайды деген сөз айтамайды. Айтсаң, манақсың ба бір нәрсесін сен, кемсің ба бір нәрсе. Ешкім айтпайды, маған бала шаға ұнамайды деп. Айтпайды ол сөзді. Себебі сен Алла салып қойған. Ешкім айтпайды, алтын күмісті жек көрем, ақшаны жек көрем деп ешкім айта алмайды. Өтірік айтады айтқан күннің өзінде. Ешкім айта алмайды, мен жақсы атты, жақсы көлікті ұнатпаймын деп ешкім айтпайды. 4 түлік малды ұнатпаймын деп ешкім айтпайды. Егістікте маған ұнамайды деп те ешкім айтпайды. Себебі Алла әу баста бұл сені бұның неге жаратылысыңа салып қойған. Әу баста. Демек, сабыр ету үшін де Алла осы нәрселердің бәрін мына жерге сіздің жаратылысыңа салып қойған. Сол нәрсемен сізді сынаққа келеді, сол жерде сіз сыналасыз және осы жерде сіздің сабырлығыңыз не істейді? Көрінеді. Алла тағала осы 6-ауын мүлдем кесіп тастамаған. Кесіп тастаса не болады? Зұлымдық болар еді. Алла не істеген? Сен әйелдерді жақсы көресің, 4-еуге дейін алайын.
некесін қиып, адам құсап, төртеуін шариғаттың шеңберінде ал. Мен бала шағаны жақсы көремін. Көп болсын. Шариғат оны да жақсы көреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен сендердің көптіктеріңмен мақтанамын. Дүние мүлік жинаған келеді, шариғи жолмен тап. Көлікке мінген келеді, мен қалаған көлігіңе мін. Бірақ шариғи жолмен, адал жолмен бұны табуға болады. Екіншісі харам жолмен де табуға болады. Екеуін де жаратып тұрған Алла, екеуіне нәсіп етіп тұрған Алла. Таңдап жүрген сен. Сол таңдауың үшін не қыласың? Есепке тартыласың. Ғалымдарымыз айтады, кімнің кім екендігі харам істерде тыйылғандығынан байқалады. Харам істерде. Себебі сіз біреудің алдында күнә жасамауыңыз мүмкін, бірақ оңаша жасайсыз. Оңаша жасайсыз. Сол үшін имам Шафиғи айтады, Алла рахым етсін. Дүниеде үш қиын іс бар дейді. Дүниеде өте қиын үш іс бар. Біреуі, соның біреуі атағандардың ішінде біреуі аз нәрседен жомарттық жасау. Өзінің қолында не бар? Дүние аз, содан не жасауың керек? Жомарттық көрсетуің керек. Екіншісі оңаша қалғанда тақуалықтан айнымау. Күнә жасамайсыз. Үшіншісі, сен пайда күтіп жүрген, немесе сен қорқып жүрген адамның алдында ақиқатты айту. Я қорқасың одан, не болмаса бір пайдасы тиеді деп жәнінде жүрсің. Соның алдында ақиқатты айту не? Ең қиын істік біреу.